Ассалаумағалейкум, сіздермен керек дерек арнасы. 15 сәуір күні түнде еліміздегі бухгалтериялық есеп-қисап туралы жазатын Учет.kz порталы әлеуметтік желідегі өздерінің ресми парақшасында төтенше жағдай кезінде төленген 42.500 теңгені заңсыз алғандарға жаза тағайындалғанын жариялады. Олар Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 190 бабының 1 және 2 тармағын негізге алған. 1 бап бойынша өзгенің мүлкін жымқырған және алдау мен сенімін пайдалану арқылы өзгенің мүлкіне ие болған адамдар 1000 айлық есептік көрсеткіш, яғни 2.778.000 теңге көлемінде айыппұл төлейді немесе 2 жылға дейін бас бостандығынан айырылады, деп жазады сайт. Яғни азаматтар немесе жұмыс беруші өкілетті орган дұрыс ақпарат бермей, сол арқылы жәрдемақы төленген болса, бұл әрекет қылмыстық жауапкершілікке апаратын алаяқтық бабы ретінде қаралады, деп қорытынды жасаған. Бұл ақпаратқа байланысты Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Біржан Нұрымбетов: заңгерлер болған соң заңды бізден артық біледі ғой. Олардікі дұрыс та шығар. Бірақ бұл тек алаяқтарға қатысты. Сіз ондай емессіз ғой. Сіз ешкімді алдаған жоқсыз. Мен брифингтерімде, жазбаларымда айтқандай, өздеріңіз үшін мен жұмыс тіршілік жасап, ресми-бейресми ақша тауып жүр едім. Енді төтенше жағдайға қатысты сол табыстан айырылдым деп шештіңіздер ме? Кейін мен ескерткендей өтініш бергенде порталда төмендегі жазбаны тағы да оқып растап, сөйтіп барып өтінішті жібердіңіз бе? Ондай болса сіз айттыңыз, біз сендік. Сіз алдаған жоқсыз. Біз тағайындадық, төледік. Сол үшін кінәлайды деп еш уайымдамаңыздар. Дәл мен айтқандай жасаған болсаңыздар, біздің тарапымыздан үйді аралап ешкім тексермейді, деп жауап берді. Оның айтуынша, халық 42.500-ге өтініштерін еріккеннен беріп отырған жоқ. Төтенше жағдай болмаса да басым халықтың табысы аз, жалақы төмен, зейнетақы, жәрдемақы көп емес. Сондықтан біз қарапайым таза халықты артынша тексеріп жатпаймыз, деп жазды министр. Сондай-ақ Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Нариман Мұқышев Инстаграм желісіндегі парақшасында 42.500 теңгеге қатысты пікір білдірді. Көбі бұл сомадан бас тарту керек пе? Неге қатаң бақыланып жатыр? Сияқты сұрақтар қойып жатыр. Оларды түсінуге болады. Түсіндіріп кеткім келетіні, 42.500 теңге бойынша 3,3 миллион теңге берілді. Бұл 20 күн ішінде келіп түскен өтініштер бойынша. Ол ақшаны расында да төтенше жағдай кезінде табысынан айырылған адамдар алуы керек. Қазір төтенше жағдай режимі болғандықтан біз ешқандай да құжаттар талап етпейміз. Ақысыз еңбек демалысына шығу туралы бұйрық және тағы басқа. Өтініш барынша жеңіл формада толтырылды. Біз барлығын автомат түрде тексеріп шешім қабылдаймыз. Болды. Жалған мәлімет бергендер жазаланады, деді вице-министр. Бұдан шығатын қорытынды: егер сіз төтенше жағдайға байланысты табысыңыздан айырылсаңыз және сізге төлемақы түссе, сіздікі заң жүзінде дұрыс. Ешқандай қиындық туындамайды. Ал егер сіз төтенше жағдайға байланысты табысыңыздан айырылмасаңыз, азаматтық жауапкершілік танытып, төлемақыдан бас тартуыңыз қажет. Бұл ақпарат сізге пайдалы болса, арнамызға жазылыңыз, лайк басыңыз және де туыс-туғандарыңызбен бөлісіңіз. Ассалаумағалейкум.